Лисаков орталық кітапханасы сіздердің назарларыңызға небәрі 40 жыл ғана ғұмыр кешсе де соңынан өлмес мұра қалдырып кеткен атақты америкалық жазушы Джек Лондонның өмір жайлы қысқаша мәлімет ұсынады. Джек Лондон 1876 жылы ақш-тың Сан-Франциско қаласының маңындағы Глен-Эллен елді мекенінде туған америкалық жазушы. Өгей әкесінің қолында тәрбиеленген, жас кезінде зауыт, фабрика, электр станцияларында түрлі жұмыстар істеген. Әдеби шығармалар жазумен 17 жасынан бастап шұғылдана бастаған. 1893 жылы Сан-Франциско дауысы газетінде тырнақалды туындысы Жапон жағалауындағы тайфун атты очерк басылды. Содан кейін көптеген әңгімелері, повестері, романдары жарыққа шыға бастады. Лондон деген аты жөнді болашақ жазушыға Джон Лондон есімді өгей әкесі берді. Джек тұрмыстың тауқыметін тым ерте көреді. 10 жасқа жетер-жетпесте жүгіріп жүріп газет сатады. Одан соң бұғанасы сәл қатқан кезде қалбыр зауытында қара жұмысшы болып тұрады. Белді майыстырған бұл жұмыстан қолы болмашы босай қалса, бірден кітапқа бас қояды. Сөйтіп 2 жылдың аралығында жергілікті кітапханада ол оқымаған кітап тым аз қалады. Көп ұзамай ол матрос ретінде жұмысқа тұрып, Беринг теңізіне жол тартады. Бұл сапарда ол Сібір мен Жапон жағалауында буырқанған мұхиттың талай-талай тарпаң мінезін көріп, қатал табиғатпен тайталаса күресе жүріп, шыңдалып, ақыры Сан-Францискоға оралады. Сол сапардың әсерінен Теңіз қорқауы атты романын жазады. 1896 жылы Клондайкте аса бай алтын қор табылады да, онсыз да романтика іздеп жүрген 20 жасар жас жігіт бірден көптің легіне қосылып Аляскаға аттанады. Күн сайын 60 градус аязда ет шеккен шанамен ондаған миль жол жүріп, оймақтай олжа үшін ажал аузына сан барып сан қайтып отыратын саяхатшылардың әрбір іс-әрекетінен бір-бір көркем шығарма жазуға болар еді. Джек оны кейін жазды да. Жазушы шығармаларының бейіт-белесі 1909 жыл жазылып, 1968 жылы қазақ тіліне аударылған Мартин Иден роман биографиясында автордың өзіндік тұлғасы, қоғаммен қоршаған ортаны тануы, шығармашылық өнер жөніндегі ойлары көрініс тапқан. Кейіннен Лондон шығармаларын Әуезов, Дәулетбаев, Омаров, тағы басқа қаламгерлер аударған. Әуезовтің Көксерек повесінен канадалық жазушы Эрнест Томпсонның Випинг қасқыры және Лондонның Ағазу атты шығармаларының әсері байқалады. Мұның өзі қазақ көркем сөз өнерінің әлем әдебиетімен сабақтаса дамығандығын көрсетеді. Лондон шығармалары бұрынғы кеңестер одағы аумағында көп аударылып, кең тараған. Құрметті оқырмандар, біздің Лисаков орталық кітапханалар жүйесінің барлық кітапханаларының сөрелерін, шетел әдебиетінің маңдайалды классиктерінің қазақ тіліне аударылған тамаша туындылары толықтыруда. Соның бірде бірегейі атақты Америка жазушысы Джек Лондонның шығармалары. Біздің кітапханаға келіңіздер, сіздер үшін қашанда есігіміз ашық.